Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен осындай керемет, сочный мясной пирог жасайтын боламыз. Бұл пирогтың ерекшелігі ешбір ашытқысыз, содасыз жасалады. Наны деген қандай керемет жұмсақ шығады достар. Міндетті түрде менімен болыңыздар. Ал ендеше бастайық. Ол үшін бізге жұмыртқа қажет. Жұмыртқаның бір бөлігін толығымен жарып аламыз. Екіншісінің тек ағын алып, сарысын басқа ыдысқа бөліп аласыздар достар. Ол бізге алдағы уақытта қажет болады. Осының үстіне тұз саламыз. Осыны жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғасын үстінен суымызды құйып, жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық, енді үстінен еріген сұйық май немесе маргаринді қосамыз. Осыны жақсылап тұрып араластырамыз. Ендігі кезекте ұнын салып, жұмсақ нан илейміз. Мінекей достар, нанымызды жақсылап есіп алдық. Қараңыздар, нан қандай жұп-жұмсақ болады, қолға да жабыспайды. Ендігі кезекте нанымыздың бетін жауып, 20 минутқа тындырамыз. Әзірге нанымыз дайын болғанша салмасын дайындаймыз. Ол үшін фаршымызға тұз, бұрышын қосып аламыз. Үстінен пиязымызды саламыз туралған. Одан соң картопты саламыз. Картопты жіңішке етіп турайсыздар достар. Осының барлығын жақсылап араластырамыз. Ендігі кезекте достар, нанымызды дайындаймыз. Ол үшін тағы да бір рет иін қандырып, есіп алыңыздар. Ендігі кезекте нанды тең ортасынан емес, сәл бір жақ бөлігін үлкендеу етіп бөлеміз. Екінші кішкентай бөлігін бетіне жабатын боламыз. Үлкен бөлікті нанымызды алып, дөңгелек етіп жаямыз. Шамамен нанымызды 3-4 миллиметрге дейін қалыңдықта жайып аламыз. Оны оқтауға түйіп, дайындап қойған противеньға майымызды жағып, үстінен саламыз. Келесі кезекте нанның үстіне салмасын салып шығасыздар достар, толығымен. Нанның шеттері жабық күйінде қалмасын, ішіне барлығына етімізді, салмамызды жақсылап толтырамыз. Салмасы салынған соң үстін жабамыз.
артық наны болса қиып алып тастаңыздар, ол да қажет болады. Енді шетін видеода көрсетілгендей ең алдымен айналдыра түйіп шығасыздар. Сосын өз қалауларыңызша шетін өрнектейсіздер. Достар, шетін барлығын толық жапсырғаннан кейін ортасын міндетті түрде тесіп аласыздар. Бұл жерден ауа шығу үшін қажет бізге. Осының үстін қалған нанымызды дөңгелетіп, сәл ғана жауып қойсаңыздар болады. Келесі кезекте достар, видеода көрсетілгендей пышақпен әртүрлі тілікшелер жасасаңыздар болады. Содан соң достар, осы тілікшенің жанынан 2 вилканы алып, осындай өрнектер жасадым. Әдемілеп болған соң, ендігі кезекте алып қалған сары жұмыртқамызды үстіне толығымен жағып шығамыз достар. Мінекей, нанымыз дайын болды, енді қызып тұрған пешімізге саламыз. Міне достар, сочный мясной пирогымыз дайын болды. Иісін айтсаңыздар, үйдің барлығын алып кетеді ғой. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған тәтті әлем.